Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге тағы да керемет мохитоның бірін жасайтын боламыз. Қыстың қамын жазда ойла демекші. Ол үшін бізге осылай сливадан керек болады, және де лимон, апельсин, мята қажет болады. Жемістерімізді жақсылап жуып шайып, осылай салқын суда ас содасымен кішкене сеуіп қалдыратын боламыз. Негізі қасына алмадан сірке суы қосу керек. Менде ол жоқ болды, сондықтан да тек қана ас содасымен осылай біраз минутқа қойып қойдым. Біраз өткеннен соң осылай лимон мен апельсинімізді турап, арасындағы дәнектерін алып тастаймыз. Банкамызды ас содасымен жақсылап жуып шайып, осылай 10-15 минутқа осылай стерилдеп аламыз. Енді әр банкаға, менде 2 литр банканы қолдандым, 8-9 дана сливадан салатын боламыз. Апельсиннен әрқайсына 2 тілімнен салып шығамыз. Лимоннан да 2 тілімнен салып шығамыз. Жалбыздан осылай 1 үзімнен салып шығамыз. Әр банкаға 1 үзімнен жетеді. Және де қайнап тұрған ыстық суымыздан құйып, бетін жауып 20 минутқа қалдырып қоямыз. 20 минут өткеннен соң суымызды қайтадан жаңағы қайнатқан кастрөлімізге құйып, тағы қайнататын боламыз. Арнайы қақпақ болмады, менде суын төгуге арналған, сондықтан қолдан жасап алдым. Мінеки енді әр банкамызға 200 грамнан қантты есептеп салып, осылай қайнатып алатын боламыз, яғни кастрөлде ертіп аламыз қантын. Мінеки қайнап бастады, қантымыз ерігенін күтеміз, сосын сақырлап қайнаған сәтте банкамызға құйып, барлығын жақсылап жауып аламыз. Менде закрывашканың түрі осындай, осы закрывашкамен жабатын боламын. Барлығын жауып болғаннан соң, жылы жерге, яғни одеялға орап, төңкеріп қойып, бір түнге қалдырып қоямын. Мінеки бізде 3 күн аралығында өтіп кетті. Ешқандай атылған жоқ. Барлығы түгел аман-есен тұр. Менің каналыма подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сау болыңыз.